Биыл қазақ газетінің жарық көргеніне 110 жыл. Осыған орай Мұхтар Әуезов атындағы орталық кітапханада іс-шара ұйымдастырылды. Әрі қарай әріптесім Жаннұр Сүндетоллаға жалғастырады. Бұл қазақ газеті Алаштың ұлттық мінбері атты көрме. Мұнда алғашқы қазақ басылымының шығу тарихы мен ұстанған бағыттарын көруге болады. Газетте көтерген мәселелері тереңірек зерттелген. Қарағанды қаласының мәдениет тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімінің қолдауымен кітапханамызда қазақ газетінің 110 жылдығына орай тақырыптық іс-шара өтіп отыр. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты қазақ газетінің тарихын ашып көрсету және газеттің ұстанған бағыт-бағдарын сараптау болып есептелінеді. 2 ақпан ұлт журналистикасы мен руханияты үшін атаулы күн. Осыдан 110 жыл бұрын ұлттың жоғын жоқтап, қажетін түгендеген қазақ газетінің алғашқы нөмірі шыққан еді. Газет халықтың ақыл-ойын, сана-сезімін бөлек арнаға бұрды. Бұл бағытта Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханұлы, Міржақып Дулатұлы секілді ұлт зиялыларының еңбегі зор. Қазақ газеті Ахмет бабамыз өз айтып кеткендей, тұңғыш редакторы халықтың үні, құлағы, көзі болды. Сол кездегі қазақ қоғамындағы, әлеуметтік саладағы, мәдени саладағы, саяси өміріндегі, жалпы қазақ руханиятындағы барлық жаңалықты қазақ газетіне жариялап тұрды. Қазақ газеті негізі 3 адамның еңбегінің арқасында жарық көрген газет. Тұңғыш редакторы Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы бабамыз, Әлихан Бөкейхан. Үшеуі де қазақ газетіне мақалаларын жариялап отырды. Ел тарихы, жер тарихы, дін, әлеуметтік сала, тіл, білім, ол қандай тақырыпта жазылған мақалалар болса да, халықтың, ұлттың болашағы үшін жазылған дүние деп ойлаймын. Ұлт рухының айғағы қазақ газеті атты шараға Қарағанды шет тілдер колледжі 65-05 әскери бөлімінің сарбаздары қатысты. Сондай-ақ қазақ тіл саласының бірегей майталмандары атсалысты. Мамандар қазақ газетінің мерейтойы бұдан әрі түрлі іс-шаралармен жалғаса беретінін айтты. Жаннұр Сүндетоллақызы, Еркебұлан Бекқожин, Нұржан Табриз, Сарыарқа телеарнасы.